Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Енді бүгінгі 4-ші кезекті вебинарымызды бастайық. Баршаңызды осы кезекті вебинарға көргеніме қуаныштымын. Естеріңізге сала кетейін, бұл вебинар кітапханашыларға арналған медиа сауаттылық жоба аясында іске асып отыр. Бұл жоба ақш мемлекеттік департаментінің мәдени және білім беру бағдарламалары бюросының американдық бұрыштар бағдарламасының грантымен жүзеге асып отыр. Біздің серіктесіміз американдық кітапханалар қауымдастығы, оның мүшелері вебинарлардың спикерлері болып табылады. Бұл бағытта бізге американдық кітапханалар қауымдастығының халықаралық қатынастар бөлімінің басшысы Майкл Доулин көмектесіп, ең үздік спикерлерді тартады. Сәлеметсіз бе, Майкл? Сізді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біздің тақырыбымыз азаматтық сауаттылық және кітапханалардың рөлі. Сауатты, мықты азамат сауатты, мықты үкіметті білдіреді. Ал ол үшін қандай білім мен дағдылар қажет екен? Сондай-ақ, үкіметтік процестерді түсіну үшін, түрлі оқиғалардан хабардар болу үшін, және азаматтық өмірге белсенді қатысу үшін қалай және қандай әрекет ету керек? Бұл туралы вебинар спикері Лора Сандерс әңгімелейді. Лора бізбен бірге, қазір видеосын қосады. Қош келдіңіз, Лора. Лора Сандерс Симмонс университетінің кітапхана ісі және ақпараттандыру ғылымдары мектебінің профессоры. Ол пайдаланушыларға қызмет көрсету, ақпараттық сауаттылық және зияткерлік еркіндік бойынша сабақ беріп, зерттеулер жүргізеді. Сондай-ақ ақпараттық сауаттылық пен әлеуметтік әділеттік мәселелері арасындағы байланыстарды және жалған ақпараттың әсеріне үлкен қызығушылық танытады. Лора Сандерс Мелисса Вонгпен бірге кітапханалар мен ақпараттық жүйелердегі жұмыс жөніндегі нұсқаулық атты оқулықтың авторы. Лора ханым Симмонс колледжінде философия докторы, сонымен бірге кітапхана және ақпараттық ғылымдарының магистрі, Бостон университетінде ағылшын әдебиеті бойынша өнер бакалавры. 2019 жылы ол Симмонс университетінің аспирантурадағы үздік жетістіктері үшін провост сыйлығының лауреаты атанды. Лора ханым біздің жобаға қатысып, вебинарда сөйлеуге уақыт бөлгеніңіз үшін сізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін бізбен бірге ұлттық кітапханалар және республикамыздың барлық аймақтарының көпшілік кітапханаларының мамандары, сондай-ақ мектеп, колледж және жоғары оқу орындарының кітапханаларының мамандары. Құрметті әріптестер, ескерте кетейін, вебинар қазақ және орыс тілдеріне аударылады. Бізбен бірге кәсіби аудармашылар Әсем Байділдинова және Анна Кабардина жұмыс істейді. Барлықтарыңыз қажетті аударма тілін таңдап алдыңыздар ма? Тексеріңіздер тағы да. Аударма тілін таңдау үшін компьютер экранның төменгі оң жағынан глобус белгісін басып, өзіңізге қажетті аударма тілін таңдаңыз. Егер сіз ұялы телефонды қолданып отырсаңыз, дисплейдің төменгі оң жақ бұрышында дополнительный деген жазуы бар, үш нүктені басыңыз. Содан кейін ашылған терезеде перевод пунктіне басып, одан әрі қазақ немесе орыс тілін таңдаңыз. Егер қандай да бір сұрақтар туындаса, вебинарды менімен бірге үйлестірушілер Жанна Серікжановна Сақпанова және Майя Тұрдыбековна Сүлейменоваға хабарласуға болады. Олардың телефондары чатта жазылған. Спикерге сұрақтарыңыз болса, чатқа жазыңыздар. Спикер өз презентациясын аяқтағаннан кейін жауап беретін болады.
Біз вебинардың жазбасын сақтап, YouTube арнасына жариялауға тырысамыз. Сілтемелер барлық қатысушыларға жіберіледі. Ал енді зор құрметпен бүгінгі вебинар спикеріміз Лора Сандерске сөз тізегін берейік. Лора ханым, сөз кезегі өзіңізде. Thank you so much. So my name Үлкен again рахмет. Менің атым Лора Сандерс. Мен Симмонс университетінен қосылып отырмын, Массачусетс штатынан, Массачусетстан, және Майклға рахмет айтқым келеді. Осы аудармашыларға да үлкен рахмет. Осы адамдарсыз осы жұмысты жасай алмас едік. Мен сіздермен бір күн қосылғаныма өте қуаныштымын. Қазір мен экранымды қосамын, сіздер презентацияны көре алатындай. Мына жерде алдында айтқандай, біз азаматтық сауаттылық және кітапханалар рөлі туралы айтамыз, яғни әртүрлі ақпараттық жүйелер туралы айтамыз. Бүгінгі күні біз жалпы әртүрлі ақпараттық арналарда қалай жұмыс жасаймыз, сол туралы айтамыз. Мен сіздерге өзім туралы қысқаша айтып өтейін. Мен Симмонс университетінде жұмыс жасаймын, профессор ретінде. Информатика пәні бойынша, және Бибігүл айтқандай, мен қазіргі кезде азаматтық сауаттылық туралы көп қызығушылық танытып жүрмін. Бірақ азаматтық сауаттылық дегеніміз ақпараттық сауаттылықтың өте бір бірегей, ерекше бөлігі, саласы деп айтуға болады, және ол, яғни азаматтық сауаттылық үкімет түріне байланысты, және сол жалпы мәдениетке, қоғамдағы мәдениетке, елдегі, өңірдегі мәдениетке, және сол елде, сол өңірде пайдаланатын заңдар мен ережелерге байланысты. Мен бастапқы кезде мен Америка құрама штаты перспективасы туралы айтамын, яғни осы азаматтық сауаттылық деген не екенін түсіну үшін, және жалпы сол ұғымды түсіну үшін кейбіреулер жалпылама болып көрінуі мүмкін, яғни осы жерде әртүрлі өңірлерде, әртүрлі бағыттарда, әртүрлі үкіметтерде әртүрлі болуы мүмкін. Азаматтық сауаттылықты түсіну. Бірінші, біз осы азаматтық сауаттылық дегеніміз не, соның анықтамасын қарайық. Яғни біздің мықты азаматтарымыз болса, білімді азаматтарымыз болса, онда бізде мықты үкімет болады. Яғни азаматтық сауаттылық дегеніміз соған байланысты. Яғни бірінші анықтаманы қарайтын болсақ, азаматтық сауаттылық дегеніміз белсенді және әрекетшіл азаматтыққа қажет білім, дағдылар және ұстанымдарға баса назар аударатын оқу тәсілі. Яғни осы мәдениетіңіз жөнінде, үкімет жөнінде, ондағы процестер жөнінде сіз барлығын жақсы білу керексіз. Өзін-өзі басқаруға қатысу үшін, басқару процесіне қатысу үшін, яғни әртүрлі сайлауға қатысу үшін, өзіңнің дауысыңды бере алу үшін, әртүрлі процестерге белсене қатыса алу үшін, және кез келген осы үкіметтік процестерде өзіңнің үніңді қоса алу үшін. Тағы да бір анықтама, ол былай деп айтады: өзекті ақпараттан қалай хабардар болуды білу, үкіметтік процестерді түсіну, азамат ретіндегі құқықтар мен міндеттерді жергілікті, мемлекеттік, жаһандық деңгейде қалай жүзеге асыру керек екенін білу арқылы азаматтық өмірге тиімді араласуға қажет білім мен дағдылар дейді. Яғни маған осы анықтама өте қатты ұнайды. Өйткені бастапқы бірінші анықтамаға қарағанда әлдеқайда ауқымдырақ, яғни бұл жерде азаматтар өзінің құқықтары мен міндеттерін білу керек деп айтылады. Яғни осы туралы да біз қысқаша айтамыз. Яғни барлығынан хабардар болу, азаматтық процестер мен құрылымдарды білу дегеніміз, ол шынына келгенде жауапкершілікті өз мойнына алу деген сөз. Яғни бұл тек қана бір сізде құқық болу, немесе бір сайлауға қатысу, дауыс беру құқығыңыздың болу ғана емес, сонымен қатар сіз ол құқықтарды қалай жүзеге асырасыз, сол маңызды. Яғни
жергілікті деңгейде не болса да, ол бізге міндетті түрде әсер етеді. Соны біз білуіміз керек және түсінуіміз керек. Және ол жалпылама деңгейде тек қана жергілікті өзіңіздің қалаңыз немесе ауылыңыз аясында ғана емес, одан ауқымдырақ деңгейде қалай әсер етеді, соны да білу керексіздер. Яғни ақпаратқа қол жеткізу қаншалықты деңгейде дамыған, соған көп нәрсе байланысты. Мына жерде экранда көріп отырмыз. Осы ақпаратқа қалай қолай жеткізе аламыз, яғни азаматтық ақпаратты бізге қалай жеткізіледі. Әртүрлі үкімет жариялайтын құжаттар арқылы, ақпараттар арқылы болуы мүмкін. Әртүрлі статистикалар, демографиялық статистика, шығындар туралы ақпараттар, тағы басқа. Мына жерге электронды үкімет деп бірінші жазып қойдым, өйткені өте көп ақпараттар көбінесе қазір газетте немесе қағазда жарияланбайды. Электронды үкімет аясында ресми сайттарда жарияланады онлайн, және бұны міндетті түрде атап өту керек. Бұл туралы кейінірек тағы айтамыз. Біз жұмыс жасайтын адамдар, біздің қоғам, біздің қауым, олар осы ақпаратқа қол жеткізу үшін міндетті түрде ақпараттық технологияларды жақсы білу керек. Яғни электронды үкімет дегеніміз осы азаматтық сауаттылықтың бір қабаты деп айтуға болады. Яғни бұл жерде тағы да бір ақпаратқа қол жеткізудің жолы, ол ақпарат еркіндігі, ақпарат бостандығы туралы заң, 100-ден астам елдерде бұл қабылданған заң. Яғни бұл заң азаматтарға белгілі бір осы үкіметке байланысты ақпаратқа қол жеткізе алуын кепілдік береді. Яғни ақпарат жария түрде әлі жарияланбаса да, біз азамат ретінде сол ақпаратты талап етуге құқығымыз бар осы үкіметтен. Яғни осы заңдардың болуын білу өте маңызды. Яғни азамат ретінде сіздер осындай заңдар бар екенін білу керексіздер. Және біз осы үкіметтің ақпаратына қалай қол жеткізе аламыз? Егер ол жария түрде берілмесе, біз оған қалай ресми түрде талап ете аламыз ол ақпаратты? Әрине, кейбір әртүрлі жағдайда ол әртүрлі болуы мүмкін. Соның жолдарын білу керек. Егер үкімет, яғни мемлекеттік ұйым, жоқ, біз сіздерге ол ақпаратты бере алмаймыз деп айтатын болса, сіздер осыған байланысты әрекет ету керексіздер. Тағы да бір осы ақпаратқа қол жеткізудің жолы, ол ашық жиналыстар. Әртүрлі үкіметтер, әртүрлі елдерде бұны әртүрлі етіп жүргізеді. Яғни осы халықпен кездесу, халықпен әртүрлі осындай бір жалпылама кездесулер өткізеді, белгілі бір мәселелер талқылау үшін. Және сол кездесулер жөнінде хаттамалар жарияланады, немесе мақалалар жарияланады. Ақпаратқа қол жеткізудің тағы да бір жолы, ол еркін баспасөз. Ол міндетті түрде осы билікке, яғни үкіметке тәуелді болмау керек. Еркін болу деген нені білдіреді? Яғни үкімет оған шектеу қоя алмау керек. Яғни нені жариялау керек, нені жарияламау керек. Сол жөнінде шектеулер қоя алмайтындай болса, ол еркін, яғни еркін баспасөз болып есептеледі. Яғни осы әртүрлі құжаттар арқылы ақпаратты талап етуге болады. Мына жерде баспасөздің рөлі өте маңызды. Әлемде өкінішке орай өте көп газеттер, журналистер және медианың басқа түрлері олар жариялайтын мақалалардың санын қысқартып жатыр, және сол ақпаратқа қол жеткізу де қиын болып бара жатыр. Тағы да бір маңызды осы ақпаратқа қол жеткізудің жолы, ол кітапханалар. Бұл біз үшін жақсы жаңалық деп ойлаймын. Яғни осы туралы бірнеше минуттан кейін тағы егжей-тегжейлі айтамыз.
Өкметтік ақпараттың маңыздылығы неге байланысты? Оны әрине жоғары бағалау керек. Бірнеше жерде цитаталар берілген. Менің ойымша, осы үкіметтік ақпараттың қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Біріншісі Эриксонның цитатасы. Презентацияның соңында бұның барлығын мен сіздерге беремін. Оның айтуынша, үкіметтік ақпарат белгілі бір азаматтық миссияны жеткізу үшін, жүзеге асыру үшін өмір сүреді. Яғни, осы үкіметтің белгілі бір әрекетінің жасаған істерін қоғамға ашық түрде жария ету үшін қажет ақпарат, үкіметтік ақпарат. Яғни, үкіметтер ресурстарды және белгілі бір жарияланымдарды пайда табу үшін емес, білім беру үшін, ағарту үшін және ойын сауық үшін жариялайды және жүзеге асырады деп жазылған. Яғни, осы да азаматтық сауаттылыққа байланысты. Біз ары қарай жүрмес бұрын, қандай елде болмасақ та, біздің әртүрлі құқықтарымыз бар. Мысалы, дауыс беру құқығы, сөз бостандығы, яғни өзіңнің пікіріңді ашық айту құқығы, білім алу құқығы деген сияқты. Тағы да бір сол сияқты құқықтардың бірі ақпаратқа қол жеткізу құқығы. Америка Құрама Штаттарының конституциясында ол жерде ашық түрде барлығы жазылған, азаматтық негізгі құқықтар мен бостандықтар жазылған. Яғни, осыған байланысты бірнеше аргументтер айтады саясаткерлер және заңгерлер. Ол міндетті түрде жазылмаса да, ешқай жерде жазылмаса да, ақпаратқа қол жеткізу ол негізгі адам құқықтарының бірі деп атайды. Яғни, көп жағдайда оны бір қосымша құқық деп атайды. Яғни, бұл жерде бізге берілген басқа адам құқықтарын біз толыққанды пайдалана алмаймыз, егер ақпаратқа қол жеткізу құқығы бізде болмаса. Яғни, осы жерде бізде, мысалы, дауыс беру құқығы бар, бірақ біз осы кандидаттар жөнінде ақпаратқа қол жеткізе алмасақ, біздің дауыс беру құқығымыздан, былайша айтқанда, не пайда? Өте маңызды бір саяси мәселелер жөніндегі ақпаратқа қол жеткізе алмасақ, осының барлығы, яғни біз нақты шешімді қабылдай алмаймыз, яғни кімге дауыс беретінімізді білмейміз. Қандай сұрақтар болса да, біз осы белгілі бір кандидатқа дауыс беру үшін ол туралы ақпаратқа қол жеткізуіміз керек, нақты шешім қабылдау үшін. Осы аргументтердің бірі, яғни үкімет осы елде, мемлекетте нақты ақпаратқа қол жеткізу құқығын құжатта жазып, конституцияда жазып бермесе де, ол құқық сізге тиесілі құқық екенін түсіну керексіздер. Яғни, ақпаратқа қол жеткізу құқығы ол адам құқығы болып есептеледі. Тағы да менің айтарым, ары қарай кетпес бұрын, үкіметтер және үкіметтік емес ұйымдар, мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы, олар ақпарат туралы айтқан кезде физикалық қолжетімділік туралы айтады. Мен нені айтып отырмын? Яғни, біз физикалық түрде ақпаратты ала алу қабілетіміз, мүмкіндігіміз, яғни онлайн іздеген кезде таба аламыз ба, немесе белгілі бір құжатты қағазбен бізге бере ме, жоқ па деген сияқты. Яғни, ол туралы белгілі бір есепті таба аламыз ба деген сияқты. Бірақ, яғни, ақпарат бар дегенді білдіреді, және ол ақпарат қол жетімді болу керек, яғни ол жариялану керек, немесе басқаша халықпен, қоғаммен бөлісілу керек. Бұл өте маңызды. Егер ақпараттың өзі болмаса, немесе бізден жасырылса, ол бізге пайдасыз. Егер ақпарат болса, және бізге қол жетімді болса физикалық тұрғыдан, ол бізге соның өзінде пайдасыз болуы мүмкін, егер біз оны түсінбесек. Мен сіздерге
ақпараттық немесе азаматтық сауаттылық туралы айтпас бұрын осы ақпаратқа қолжетімділік туралы айтқым келеді. Яғни сен өзің ақпаратқа қол жеткізе алған кезде саған сол ақпаратты дұрыс түсіну үшін, оны бағалай білу үшін, оның қаншалықты сенімді, қаншалықты шынайы екенін бағалау үшін саған нақты бір құралдар керек. Біріншіден, осы әлеуметтік дағдылар туралы айтамыз. Біздің барлығымыз қандай болсақ та, біз мәдени тұрғыдан белгілі бір қауым ішінде өмір сүреміз, белгілі бір қоғам ішінде жұмыс жасаймыз. Яғни біз үкіметті, мемлекеттік процестерді қалай түсінеміз, соның барлығы өте маңызды. Яғни біз кімбіз, біздің ата-анамыз қандай болды, біздің отбасымыз қандай, біздің осы қауымымызда, қоғамымыздағы нормалар қандай, соны білеміз. Яғни біздің осы жалпы тұлғалық қасиеттеріміз, біздің қандай қауымда өсіп өнгеніміз барлығы біз сол ақпаратты қалай түсінетінімізге әсер етеді. Яғни қандай ақпарат сенімді, қандай ақпарат дұрыс, қандай ақпарат шынайы, соның барлығын біз мәдени тұрғыдан қалай қалыптастық, соған байланысты түсінеміз және соған байланысты бағалаймыз. Яғни бұл жерде әртүрлі болуы мүмкін, яғни үкіметтің түріне байланысты және қандай мемлекеттік ұйымдар жұмыс істейді, қалай жұмыс істейді, соған байланысты. Яғни осы біз қалай ақпаратқа қол жеткіземіз және адамдар сол ақпаратпен қалай жұмыс істейді, соның өзі де өте маңызды. Яғни ақпаратты түсіне білу өте маңызды және оған баға бере білу өте маңызды. Яғни осы жерде мен қайтадан осыны айтқым келеді, бұл өте маңызды. Яғни осы жерде өте көп қабаттар бар. Алдында айтқандай, ақпараттың өзі және оның физикалық жетімділігі, ол бір техникалық қолжетімділікті білдіруі мүмкін. Яғни бізде арнайы технологиялар бар ма сол ақпаратқа қол жеткізу үшін, бізде яғни телефон, интернет бар ма сол ақпаратқа қол жеткізу үшін және соны дұрыс оған қол жеткізіп, оны дұрыс түсіну үшін қажетті дағдылар бар ма? Яғни осы жерде ақпараттық сауаттылық деген терминді мен жалпылама термин ретінде пайдаланамын. Яғни оның ішінде әртүрлі сауаттылық түрлері бар. Ақпараттық сауаттылық дегеніміз ол барлығын қамтиды. Яғни оның ішінде медиа сауаттылық та бар, азаматтық сауаттылық та бар, қаржылық сауаттылықтың өзі соның ішіне кіріп кетеді. Яғни не себепті мен бұны айтып отырмын? Егер бізде ақпараттық сауаттылық дағдыларымыз болмаса, біз ақпаратты қалай іздейтінімізді білмейміз, қалай табу керек екенін білмейміз, ол ақпаратты қалай пайдалану керек екенін білмейміз, ол ақпаратты дұрыс емес пайдаланса, қандай заң жүзінде бізді қандай жазалар болуы мүмкін екенін білмейміз. Яғни осының барлығы ақпараттық сауаттылық және ақпаратқа қол жеткізу құқығы, ол да адам құқығы болуы міндетті. Мен алдында анықтамалардың бірінде көрген болатымын, және сіздер көрдіңіздер. Бізде құқықтармен қоса жауапкершіліктер, яғни міндеттер де бар. Яғни біз еркін сөйлеуге құқығымыз бар, бірақ бұл құқықтар жүзеге асырылған кезде этикалық тұрғыдан, әдеп тұрғысынан дұрыс жүзеге асырылу керек. Егер мен өзімнің дауыс беру құқығымды пайдаланғым келсе, мен кандидат жөнінде ақпаратты білуім керек және сол ақпаратқа негізделе отырып дауыс беруім керек. Яғни жай ғана дауыс беру жеріне барып, жай ғана көзім қай кандидатқа түсті, соған дауыс бере салу, ол енді сауаттылыққа жатпайды. Яғни бұл егер мен өзіме берілген ақпаратты білмей, өзім білмейтін кандидатқа дауыс бере салсам, ол этикалық тұрғыдан дұрыс емес.
Көп жағдайда азаматтық дискурс дегеніміз ол мүлдем бөлек нәрсе. Яғни Еуропаның кейбір бөліктерінде және Америка құрама штаттарында біз не туралы айтамыз? Қазір өте аз адамдар осы азаматтық дискурсқа түседі және көп жағдайда адамдар әртүрлі тараптардың пікірін естуге тырыспайды. Көп жағдайда олар экстремалды түрде не бір тарапты басынан аяғына дейін жақтайды, не екінші тарапты басынан аяғына дейін жақтайды. Яғни осы жерде біз міндетті түрде басқаларды, басқа тарапты құрметтеуіміз керек, және осы жерде бір-бірімізге құрметпен қарауымыз керек, бір-бірімізді тыңдай білуіміз керек, бір-бірімізді ести білуіміз керек, және екінші тараптың беріп жатқан, айтып жатқан аргументтеріне дұрыс баға бере білуіміз керек. Және осыған байланысты мисинформация және дезинформация мәселелері туындайды. Осыған байланысты презентация сіздерде болғанын білемін, және азамат ретінде сіздің құқықтарыңыз бен жауапкершіліктеріңіз, яғни міндеттеріңіз бар екенін ұмытпау керекпіз. Яғни осы мисинформация, дезинформация, яғни жалған ақпаратты жариялап біреумен бөліскен кезде сол үшін де жауапкершілікке тартылуымыз мүмкін екенін ұмытпауымыз керек. Бұл да азаматтық сауаттылықтың бір түрі. Яғни біз белгілі бір ақпаратты тексермей, оны бөліспеуіміз керек. Яғни бұл жерде азаматтық сауаттылық және ақпараттық сауаттылықтың үш түрлі қолжетімділік салалары бар. Ол физикалық қолжетімділік, яғни физикалық түрде ақпаратқа қол жеткізе алу, әлеуметтік қолжетімділік, яғни сол қауымда, сіздің қоғамыңызда қалай ақпаратқа қол жеткізесіздер, қандай ақпаратқа сенесіздер, тағы басқа. Сонымен қатар зияткерлік қолжетімділік деген болады, яғни қаншалықты деңгейде сіз ақпаратты түсіне аласыз. Яғни осы үш саланың тіресетін бір-бірімен қосылатын жерінде ақпараттық сауаттылығы бар деп айтуға болады. Яғни осы әртүрлі сауаттылықтың түрлері де бұл жерде бір-бірімен байланысты. Мен алдында айтқандай, мен ақпараттық сауаттылықты негізгі жалпылама термин ретінде пайдаланам деп айттық қой. Әртүрлі сауаттылықтың түрлерін қамтиды. Цифрлық сауаттылық, және медиа сауаттылық, тағы басқа. Кітапханалардың рөліне кетпес бұрын мен осы азаматтық сауаттылық туралы айтқым келеді. Ол үкіметті түсіну дегенді білдіреді. Яғни үкіметтік процестерді түсіну, басқару процестерін түсіну, яғни келесі бір біз пайдаланатын термин ол азаматтық қатысу. Яғни азаматтық қатысу дегеніміз азаматтық, былайша айтқанда, белсенділік, азаматтық белсенділік, ол сіз сол азаматтық сауаттылығыңызбен іс жүзінде әрекет ету. Яғни ол қоғамдық өмірде өзіңіздің қауымыңыздың ішінде белгілі бір өзгеріс жасау үшін, жақсы өзгеріс жасау үшін өзіңізде бар дағдылар, білім және білікті пайдалану. Яғни мүмкіндігінше белсенді түрде осы қоғам өміріне қатысу. Бұл азаматтық қатысудың әртүрлі түрлері болуы мүмкін. Мына жерде иллюстрация көрсетіліп тұр. Яғни Иллинойс мемлекеттік университетінің схемасы. Бұл жерде азаматтық қатысу әртүрлі болуы мүмкін екенін көрсетіп тұр. Яғни азаматтық оқытуда азаматтық қатысудың түрі. Яғни бізде кітапханада болып жатқан бір семинарға барып, сол жерде осы үкіметтің қалай жұмыс істейтін, басқару процестер қандай екенін білсем, ол да бір үйрену арқылы азаматтық қатысу деп айтуға болады. Бұл жерде азаматтық қатысудың әртүрлі түрлері болуы мүмкін. Мысалы, мен өзімнің айналамды, көшені ерікті түрде барып тазаласам, ол да бір азаматтық қатысудың бір түрі деп айтуға болады.
волонтер ретінде жұмыс жасау, әлеуметтік кәсіпкерлік, яғни біздің қауымдағы, біздің өңірдегі белгілі бір проблеманы қарастырып, оның бір шешімін ұсыну деген сияқты. Ол да бір азаматтық қатысудың бір түрі. Мысалы, сіздерде, сіз тұратын жерде, мысалы, бір қоғамдық саябақта белгілі бір қоқыстың көбейіп кеткенін байқадыңыз, белгілі бір проблемалардың пайда болғанын көрдіңіз, немесе бір су жетіспеушілігі, тағы басқа. Содан кейін сіз басқа азаматтармен, сіз сияқты белсенді азаматтармен кездесіп, сол жөнінде, сол проблема жөнінде сөйлесіп, оның шешімін қарастырасыздар. Бұл әлеуметтік активизм деп аталуы мүмкін, әлеуметтік белсенділік, яғни немесе әлеуметтік кәсіпкерлік. Және сол проблеманы шешу үшін әрекет жасау. Ал енді осы азаматтық қатысу туралы осы дауыс беру статистикасы тұрғысынан қарайық, әртүрлі елдерде қалай болады. Яғни осы азаматтық белсенділіктің көрсететін негізгі көрсеткіштердің бірі осы, яғни сайлауға қатысу. 1994 жылдан бастап, міне бір 30 жылдай бір аралықты қамтып отырмыз, міне 100%. Яғни 1994 жылдан бастап 50%-дан төмендеген осы дауыс берушілердің келуін болмағанын байқайсыздар. Яғни кем дегенде адамдардың жартысы дауыс береді. Көріп отырсыздар, міне парламенттік сайлау міне көк сызықпен белгіленген. 2016-2017 жылдары парламенттік сайлауға қатысу, дауыс беруге қатысу кішкене жоғарылағанын байқайсыздар. 2022 жылы міне көріп отырсыздар, кішкене біраз төмендеген. Басқа елдерге қарағанда сіздердің осы дауыс беру белсенділіктеріңіз жоғары деп айтуға болады. Яғни 60-65% парламенттік сайлаумен салыстыратын болсақ, Америка құрама штатын қарайтын болсақ, міне жерде міне 20%-дан 100%-ға дейін дауыс беруге қатысу, міне көріп отырсыздар. 1964 жылдан 2020 жылға дейін уақытты қамтып отыр. Мына жерде Америка құрама штаттарында дауыс беруді белсенділігі, мына жерде президенттік сайлауға қатысу көбірек, міне көріп отырсыздар, қара сызықпен белгіленген, жоғары. 1964 жылы 90%-дан асқан. Міне жерде көріп отырсыздар, міне қара сызық президенттік сайлауға қатысу белсенділігі жоғары екенін көрсетеді. Содан кейін біраз төмендеген 2000 жылдардан кейін, бірақ сонда да жоғары. Мынау Австралияның статистикасы, міне көріп отырсыздар. Мына жерде Австралияда енді дауыс беру өте маңызды міндет екенін көрсетеді. Егер сіз дауыс бермесеңіз, бұл дұрыс емес деп саналады. Яғни 1946 жылдан бастап 22 жылға дейін, 2022 жылға дейін оларда тіпті 85%-дан төмендемеген. Көріп отырсыздар, қандай жоғары сайлауға қатысу деңгейі. Парламенттік сайлау, міне 2022 жылы кішкене төмендеген. Мен сіздерге жалпы осы азаматтық қатысуды қалай санай аласыздар, қалай өлшей аласыздар, сол туралы айтқым келеді. Және осы азаматтық қатысуды, азаматтық белсенділікті қалай дамыта аласыздар. Өте маңызды бір нәрсе, ол сыни азаматтық эмпатия. Ол нені білдіреді? Соңғы слайдта осы әдебиеттер беріледі. Яғни
жай ғана азаматтық сауаттылық және азаматтық қатысу жеткісіз дейді. Азаматтық қатысумен сіз волонтер болып бір саябақты тазалай аласыз, бір ақша бере аласыз бір қайырымдылық ұйымдарға. Бірақ сыни тұрғыдан оған қарамай іске іс алға қарай баспайды. Яғни менің қауымда не өзгеріс жасау керек, сол туралы ойламасаңыз, ол жай ғана бір-біріне байланысы жоқ әрекеттер оншалықты пайдалы бола бермейді. Яғни, мысалы, қажеті жоқ бір өсімдіктерді отырғызу, бұл өспейтін бір жерлерде, сол сияқты бір мүлдем бір ойланбай жасалған әрекеттерге әкелуі мүмкін, сыни тұрғыдан осыған ойлап қарамаса. Яғни, осы қауымда менің өмір сүретін, менің тұратын жерімде қандай проблемалар бар нақты адамдарда? Мүмкін мектепке балаларды бару жағынан, мектептерге жіберу жағынан проблемалар бар шығар. Немесе бір ішетін су жетіспеушілігі, немесе нақты бір осы сіздің тұратын жеріңіздегі проблеманы алып, соны шешуге тырысу. Яғни бұл сыни азаматтық эмпатия деп аталады. Яғни жай ғана өзіңнің жағдайыңды ойламай, айналадағы адамдарды да ойлау, азамат ретінде белсенді әрекет жасау арқылы сол проблеманы шешуге тырысу. Бұл да сіздермен бөліскім келген тағы да бір термин, және осы азаматтық қатысу, азаматтық сауаттылыққа байланысты, азаматтық эмпатия. Ал енді азаматтық сауаттылық пен азаматтық қатысуға қандай проблемалар болуы мүмкін, қандай қиындықтар болуы мүмкін? Яғни барлық ақпаратқа қол жеткізе алады, жасағысы келген нәрселерді жасағысы келсе, қалай болар еді деп ойлаймыз. Бірақ та өкінішке орай осының өзіне біз әлі қол жеткізе алған жоқпыз. Қиындықтар өте көп. Проблемалардың бірі дұрыс ақпараттың, шынайы ақпараттың жетіспеушілігі. Яғни газет арқылы, теледидар арқылы, әлеуметтік медиа арқылы таралатын ақпаратты қарайтын болсақ, сондықтан бұл жерде тәуелсіз баспасөз өте маңызды екенін айтқымыз келеді. Мына графикта нені көрсетеміз? Жалпы 2022 жылғы әлемдік баспасөз еркіндігі көрсеткіші. Әртүрлі континенттерде баспасөз қаншалықты еркін. Міне үстіңгі жағында көріп отырсыздар, міне жасыл, ол жақсы деңгейдегі бостандық, баспасөз бостандығын көрсетеді, ал мына қою қызыл баспасөз бостандығы өте нашар деңгейде екенін көрсетеді. Мына жерде нені көріп отырмыз? Мына екінші колонка Еуропа, және біріншісі Африка. Мына жерде көріп отырмыз. Тіпті жасыл тіпті жоқ Африкада, көріп отырсыздар. Яғни көбінесе енді қанағаттанарлық деген бар, міне сарымен белгіленген. Яғни баспасөз еркіндігі қанағаттанарлық деңгейде дегенді. Еуропада міне жасыл кішкене көбірек көріп отырсыздар, яғни баспасөз еркіндігі енді біраз бар дегенді білдіреді. Америкаларда, яғни оңтүстік-солтүстік Америкада кішкене бар, міне бірақ Еуропамен салыстырғанда аздау. Кейбір жерлерде азырақ, кейбір жерлерде көбірек. Енді жалпы бұл континент тұрғысынан қарап отырмыз. Енді кейбір жерде сол континенттің ішінде кейбір елдерде, кейбір өңірлерде жақсырақ, кейбірінде нашарақ екен түсінеміз. Бірақ баспасөз еркіндігінің жағдайы көптеген елдерде өте төмен деңгейде екенін көріп отырмыз. Яғни проблемалар өте көп және өте төмен деңгейде. Яғни кәсіпқой журналистер жариялайтын сыни тұрғыдан ойластырылған, яғни шынайы ақпараттың жетіспеушілігі өте үлкен проблема. Тағы да бір проблема ол білімнің жетіспеушілігі. Яғни көптеген адамдар сайлауға қатысу керек екенін түсінеді, қайда ақпарат алуға болатынын біледі, бірақ та оны жасамауы мүмкін.
білімнің жетіспеушілігі, яғни қай жерде тіркелу керек, қай жерге барып сайлауға қатысу керек, дауыс беру керек екенін білмейді. Яғни мысалы басқа жерден дауыс беру үшін есептен шығару куәлігін қалай алу керек, жаңағы открепительное удостоверение қалай алу керек, соның барлығын білмейді. Былайша айтқанда білімнің жетіспеушілігі бұл жерде орын алады. Америка құрама штаттарында қазір өте көп проблемалар болған. Мектептерде осы кітапханаларда ақпаратқа қол жеткізу проблемалары болған. Яғни мектептер мен кітапханаларға белгілі бір шектеулер жасалған. Кешірім сұраймын. Қазір мені естіп тұрсыздар ма? Қазір естіліп тұр ма? Я жақсы естіліп тұр. Слышно. Yes, okay. Мені естіп тұрсыздар ма? Я естіліп тұр. Жақсы, кешірім сұраймын, естілмейді деп кейбіреулер жазды, соған байланысты. Жақсы, білімнің жетіспеушілігі, яғни бұл жерде азамат немесе заңдар немесе заңнама осы ақпарат қолжетімділігін шектеуге тырысады, сол кезде проблемалар болуы мүмкін. Яғни жеке адамдар, көбінесе азаматтар бұған қарсымыз деп айтады, яғни үкімет оларға бір шектеу жасамау керек деп ойлайтынын айтады. Бірақ шынына келгенде көптеген адамдар осы сауалнамаға жауап берген кезде не болып жатқанын білмейді, жаңалықты оқымайды, не болып жатқанын білмейді, ешқандай әрекет жасауға қауқары жоқ, яғни онша құлқы жоқ. Ондай қоғамдық кездесулерге бармайды. Содан кейін тағы бір проблема ол қолжетімділіктің жетіспеушілігі, яғни көп ақпарат онлайн қазір таратылады, және қазір енді ол ақпараттың қолжетімділігінің өсуіне әкелді. Өйткені қазір кейбір адамдар мысалы бір жерге барып газет сатып алмайды, немесе теледидар арқылы көре алмауы мүмкін. Ал қазір бірақ бұның өзінің проблемасы бар, яғни сен технологияны жақсы білуің керексің, сен ол ақпаратқа қалай қол жеткізу керек екенін түсінуің керексің, оны былайша айтқанда іріктей білуің керексің. Жақсы Wi-Fi болу керек сізде, интернетке қолжетімділік өте жоғары деңгейде болу керек. Яғни бұл жерде мүмкіндігі шектеулі адамдар ақпаратқа қол жеткізе алмай қалуы мүмкін, яғни оларға қолжетімді түрде ақпарат берілмеген болуы мүмкін. Осы сияқты проблемалар болуы мүмкін. Тағы да бір проблема ол күрделі жүйелер. Біздің үкіметтер міндетті түрде ашық түрде ақпаратты жариялай бермейді. Яғни әртүрлі ақпаратты әртүрлі ұйымдар, әртүрлі адамдар басқаруы мүмкін. Яғни өте күрделі түрде қол жеткізу орын алады. Яғни белгілі бір ақпаратты табу үшін, оны былайша айтқанда ашып түсіну үшін өте көп бір жұмыс жасау керек. Ол үшін оны былайша айтқанда дұрыстап зерттеу керек, білу керек. Және соңғы проблема ол мисинформация және дезинформация. Яғни бұл жерде мисинформация және дезинформация біздің азаматтық құрылымда бұл да бір проблема. Үкіметтер дезинформацияны, яғни белгілі бір жалған ақпаратты да таратуы мүмкін, насихаттауды жүргізуі мүмкін, пропаганда жасауы мүмкін. Бірақ оның көпшілігі дезинформация, яғни толықтай жалған ақпарат емес, көбінесе мисинформация, яғни ақпаратты толықтай бермеу, жартылай беру, кішкене бұрмалап беру деген сияқты. Яғни олар бізге өтірік айтып, жалған ақпаратты былай
100% жалған ақпаратты бермесе де манипуляция арқылы ақпаратты сәл бармалау арқылы басқа бір қырынан ғана көрсету арқылы көзқарастарды басқарады. Яғни ол ақпаратты дұрыс түсінуге бізге кедергі жасайды көп жағдайда. Және соңғысы, мен бүгін кітапханалардың рөлі туралы айтқым келеді. Яғни кітапханалар қандай роль атқара алады? Азаматтық сауаттылықты дамыту үшін, соған қажет дағдыларды дамыту үшін, және сол арқылы азаматтық қатысуды белсендету үшін. Менің айтқым келгені, осы кітапхана қолжетімділікті дамыта алады және қажетті қолдауды ұсына алады. Яғни техникалық сауаттылыққа қолжетімділікті қамтамасыз ету туралы айтып жатырмыз. Өткен аптада сіздердің кітапханаларыңыздың көбі соны жасап жатыр екен. Бұл өте жақсы. Сіздердің кітапханаларыңыз технологияларды қолжетімді етіп жатыр. Яғни компьютерларды қалай пайдалану керек екенін үйреніп жатыр екен адамдар. Яғни компьютерді пайдалана алмайтын адамдар кітапханаға келіп, соны үйрене алады екен. Яғни кейбір үкімет өкілдері кітапханаға келіп, халықпен кездесулерді жүзеге асырады екен. Бұның барлығы өте жақсы. Мен сіздерге тағы да бір мысал келтіре аламын. Ол Америка Құрама Штаттарында көп кездеседі, әртүрлі кітапхана түрлерінде. Яғни қалай қолжетімділікті және қолдауды қамтамасыз етуге болады. Мен сіздерге бірнеше мысалды келтірейін. Бірақ осы қолдауды жүзеге асыру үшін бірінші оны жоспарлау керек. Яғни белгілі бір ресурс немесе семинарды ұйымдастырмаңыз бұрын, сіз бірінші мынадай бірнеше сұраққа жауап беру керексіздер. Сіздің қауымыңыз, сіз тұратын жерде қай ресурс ең пайдалы, ең маңызды болмақ? Сіздер кітапханашылар белгілі бір жерде жұмыс жасайсыздар және осы жергілікті қауіп туралы көп білесіздер. Яғни жастар көбірек па сіздердің, яғни сіздің аудиторияңыз кім? Сіздер мектептік кітапхана болсаңыздар, сіздің аудиторияңыз біреу. Егер университет кітапханасы болсаңыздар, сіздің аудиторияңыз басқа болуы мүмкін. Егер жалпы қоғамдық кітапхана болсаңыз, сіздің аудиторияңыз бөлек болуы мүмкін, кішкене егде адамдар көбірек болуы мүмкін. Яғни аудиторияңызды білу керек. Сіздің аудиторияңыз кім? Яғни осы соларға сауалнама жүргізуге болады аудиторияға, яғни семинар өткізуге мұқтаж ба, неге мұқтаж, қандай тақырыптарды білгісі келеді. Яғни аудиторияға, өзіңіздің аудиторияңыз кім екенін білген соң, ол аудиторияға қалай қол жеткізуге болады, соны ойлайсыздар. Яғни онлайн оларға тезірек қол жеткізесіз бе, жоқ керісінше оларды шақыру керек пе кітапханаға, тағы басқа. Олар нені үйренгісі келеді, олар нені үйрену керек деген сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Кітапханашылар үкіметтік ақпарат жөнінде, жалпы мемлекеттік ресми ақпарат жөнінде көп нәрсені біледі. Яғни бұл ақпараттың көпшілігі осы ресми жаңалықтарда берілетін бұрын. Және жалпы кітапханаларшылардың эксперт ретіндегі білімі өте терең. Соған байланысты сіз сол анықталған тақырыптарға байланысты, анықталған проблемаларға байланысты қандай эксперттер бар сізде? Кімді шақыра аласыз? Немесе өзіңіздің араларыңызда бар болуы мүмкін. Мүмкін белгілі бір веб-сайт жасау керек шығар, немесе бір нұсқаулық жасау керек шығар, онлайн семинар жасау керек шығар. Яғни осының барлығын мүмкін сіздердің штаттарыңызда, сіздердің жұмыңызда бар шығар ол эксперттер. Тағы да бір нәрсе, біз барлығын жалғыз өзіміз істемеуіміз керек. Біз барлық сұрақтарға жауап бере алмаймыз көп жағдайда. Барлық тақырыптар бойынша біз эксперт бола алмаймыз. Сондықтан бізбен бірге кім тағы жұмыс жасай алады, соны ойластыру керек сіздер. Мен білемін, сіздер бұл жұмысты жасап жатырсыздар. Үкімет өкілдерін шақырып, немесе басқа да бір ғалымдарды шақырып
Бірақ осы сұраққа да жауап беру керексіздер. Сіздермен бірге серіктес ретінде тағы кім жұмыс жасай алады? Біздің аудиториямыз кім екенін анықтағаннан кейін біз қандай қолдау ұсына аламыз ол аудиторияға, соны ойластыруымыз керек. Яғни техникалық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін ол белгілі бір қолжетімді жақсы интернет, жылдам интернетті қамтамасыз ету, кітапханада компьютерлер қамтамасыз ету, яғни техникалық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін кітапханада мүмкін белгілі бір ақпараттық сауаттылық бойынша семинарлар өткізуге болады. Жалпы осы ақпаратты қалай іздеу керек, ақпаратқа қалай қол жеткізу керек, соны үйретуге болады кітапхана аясында. Сонымен қатар азаматтық сауаттылыққа да назар аудару керек. Яғни адамдар үкіметке байланысты ақпаратты қалай таба алады, қайдан таба алады, яғни оны қалай дұрыс интерпретациялау керек, қалай дұрыс түсіну керек. Үкімет тарапынан берілетін ақпарат өте күрделі тілмен жазылуы мүмкін. Көп жағдайда олар көпшілік адамдарға бір түсініксіз тілмен жазуға тырысады, және оларға осы жалпы қауымға, халыққа соны үйрету керек. Сондай ақпаратты қалай түсінуге болады, қалай оны былайша айтқанда расшифровка жасауға болады. Олардың қажеттіліктері қандай, аудиторияның қажеттіліктері қандай, соған байланысты жұмыс жасайсыздар. Тағы не істей аламыз? Біз асинхронды ресурстар жасай аламыз. Ол нені білдіреді? Белгілі бір зерттеу нұсқаулықтарын жасауымызға болады, видеолар, немесе семинарлар, онлайн семинарлар жасауға болады, YouTube арнасында оны жасауға болады, немесе веб-сайт жасауға болады, өзіміздің ресми парақшамызда, яғни аккаунтымызда жасауға болады. Белгілі бір ресурсты, яғни нақты кітапханаға белгілі бір уақытта келіп, сіздің семинарыңызға қатыса алмайтын адамдар, сізде веб-сайтта немесе YouTube-та үнемі тұратын бір онлайн семинарға, немесе белгілі бір нұсқаулыққа қол жеткізе алатындай бір жағдай жасау керек. Белгілі бір нұсқаулықтар немесе видеоларды жасауға болады. Үнемі кез келген жағдайда олар өздері пайдаланатындай. Мынау Лас-Вегас, Невада, мына жерде көріп отырсыздар. Бұл азаматтық қатысумен дауыс беру бойынша нұсқаулық. Мен қазір бұны ашпай ақ қояйын. Мен сілтемені слайдқа қосып қойдым. Егер қажет болса, презентация аяқталғаннан кейін ашып көрулеріңізге болады. Бұл жерде өте көп ақпарат берілген. Мына жерде иконканы көріп тұрсыздар, міне дауыс беріп жатқан, бюллетенді салып жатқан қолды көріп тұрсыздар. Яғни азаматтық қатысу дегеніміз не, кандидаттар жөнінде және жалпы сайлау жөнінде ақпаратты қайдан табуға болады, дауыс беру құқықтары дегеніміз не, сайлау қалай болады, сол туралы бүкіл ақпараттар мына жерде берілген, жеке-жеке бөлімдерде өте көп ақпарат берілген, яғни адамдарға азаматтық тұрғыдан неғұрлым белсенді болу үшін қажет ақпарат. Яғни бір нұсқаулықта бір жерде жинақталған. Бұл студенттерге, яғни дауыс бермес бұрын, дауыс беруге бармас бұрын біраз жұмыс жасау керек екенін көрсетеді. Яғни мына жерде дауыс беру құқықтарын бассаңыздар, яғни адамдар дауыс беруге құқылы екен жазылған, яғни ол жерде тағы да қосымша ақпарат, қалай сайлауға қатысу үшін тіркелу керек, қалай өзің дауыс беретін учаскеңді табу керек деген сияқты сол ақпараттың барлығы сол жерде берілген. Яғни неғұрлым адамдарды азаматтық тұрғыдан белсенді болуды үйретуге бағытталған ақпарат. Америка Құрама Штаттарында біз байқағанымыз жастар, университет жасындағы адамдар, олар енді дауыс беру құқығын пайдаланып жатқан адамдар, олар көп жағдайда осы дауыс беруден бұрын қажетті жасау керек жұмысты жасай бермейді, яғни қажетті ақпаратты
оқымайды, дайындалмайды, ол қажет деп санамайды. Сондықтан бұларға оны үйрету өте маңызды. Мынау Бостон қоғамдық кітапханасы, мен жұмыс істейтін жерге өте жақын орналасқан. Мына жерде көріп тұрсыздар, оның парақшасында да сол жағында сайлауға қатысу үшін қалай тіркелу керек, кандидаттар мен басқа да осы сайлауға қатысты ақпарат, сонымен факт-чек деген жазылып тұр. Мына жерде не көріп тұрсыздар? Біраз ақпарат берілген, яғни Массачусетста дауыс беру үшін не істеу керек, яғни қандай талаптарға сай болу керек, сен Массачусетста тұрасың ба, сен сол Америка Құрама Штаттарының азаматысың ба, деген сияқты сұрақтар берілген, яғни дауыс беруге дайынсың ба, дайын емессің ба, соны қалай тексеруге болады деген сияқты нақты сұрақтар беріліп, жауаптар берілген. Мына жерде қызылмен белгіленген, мен Массачусетста дауыс беруге құқылымын ба деген сұрақ беріліп тұр. Бірінші, яғни менің құқығым бар ма соны жасауға, мен бүкіл талаптарға сайым ба, соны бірінші анықтап аласыз. Содан кейін ары қарай қызылмен белгіленіп тұр. Ары қарай ол дауыс беру құқығымды жүзеге асыру үшін не істеуім керек? Бірінші барып тіркелу керек деген сияқты. Сол жөнде ақпарат беріледі. Егер сен тіркеліп алсаң, және сен дауыс беруге құқылы болсаң Массачусетста, содан кейін ары қарай кандидаттар жөнінде ақпаратты қайдан табам деген ақпарат келеді. Содан кейін факт-чек, яғни фактілерді тексеру. 16-17 жастағы адамдар дауыс беруге әлі құқылы емес, бірақ оларға қалай алдын ала тіркелуге болады, яғни азаматтық тұрғыдан белсенді болу үшін не істеу керек, соның барлығын оларға да үйретеді. Яғни 16-17 жастарға, олар 18-ге келгенде, яғни бірінші рет дауыс беруге келген кезде дайын болып бару үшін. Мемлекет, ол енді мектеп кітапханаларында жасалу керек жұмыс. Мына жерде тағы да сілтемелер беріледі осы презентацияда. Бұның барлығын мен сіздерге ойнатып көрсетпей қояйын. Бұнда бірнеше видеолар көрсетілген, бұларды кітапханалар жасаған. Яғни, мысалы, бірінші видеода менің сайлау учаскемді қалай табамын деген видео. Яғни, дауыс беру үшін сен бір учаскеге баруың керексің. Екінші видео қалай бюллетеньді толтыру керек, соған байланысты. Үшіншісі жәнегі өзіңнің сайлау учаскесің емес, басқа жерден бір дауыс бергің келсе, не істеу керек, соған байланысты видео, яғни есептен шығару, куәлігін қалай алу керек, тағы басқа. Яғни, осыны сіздер кез келген уақытта өздеріңіз көре аласыздар. Осы ресурстармен қатар бағдарламалауды ұсынуға болады. Сіздер бұның барлығын жасап жатқаныңызды білемін, бірақ Америка Құрама Штаттарындағы мысалдармен таныстырғым келеді. Семинарлар өткізе аламыз. Біз кітапханашылар немесе басқа біздің серіктестеріміз қоғаммен ақпарат бөлісуіміз керек. Яғни, біз бір экспертті шақырып, ол эксперт үкімет жөнінде, үкіметтік процестер жөнінде білсе, сол жөнінде семинар өткізуге болады. Бірақ тағы да үкімет осы тағы да бір азаматтық тұрғыдан белсенділікті арттырудың жолы әртүрлі, мысалы, осыған байланысты дискуссияларға шақыру. Мына жерде көріп отырсыздар, мынау флайер азаматтық қатысу 101 деп аталады. Бұл да бір осы кітапхана ұйымдастырған іс-шара. Бұл семинарды заңтану профессоры өткізеді. Және ол эксперт жергілікті үкімет ақпараты жөнінде және сол, яғни сіздің өкіліңіз кім бола алады және онымен қалай сөйлесуге болады деген сияқты нәрселерді талқылайды халықпен. Яғни физикалық тұрдан офлайн жүргізуге болады мұндай семинарларды, мастер-класстарды, онлайн, Zoom арқылы жүргізуге болады. Яғни сіздің аудиторияңыз қандай? Соған байланысты жасайсыздар. Яғни неғұрлым көбірек адамды қамтуға тырысуымыз керек. Мынау тағы да бір мысал, Maritime колледждан
яғни университет жасындағы жастарға арналған іс-шара азаматтық қатысуды қалай дамытуға болады деп аталады. Яғни колледж жасындағы жастарға осы қоғам өміріне қалай белсене қатысу керек, оны қалай өзгертуге тырысу керек, соған байланысты. Мына жерде көріп отырсыздар, шақырылған эксперттер Нью-Йорк қаласының қоғамдық адвокаты және тағы да осы азаматтық бастамалармен айналысатын адамдар, белгілі бір серіктестерді тарта отырып, осындай шараларды ұйымдастыруға болады. Және айналадағы сол қоғамдағы өзіңіздің өңіріңіздегі адамдарға осылай көмектесуге болады. Және соңғысы, мынауда қоғамдық кітапхананың жасағаны, бұл жергілікті басқару, жергілікті билік лауазымдарына қалай қол жеткізуге болады. Бұл енді азаматтық қатысудың бір жоғарырақ деңгейі деп айтуға болады. Жай ғана волонтер, жай ғана бір қатысу, сөйлеу дегеннен ары қарай жоғарырақ өту. Яғни кәдімгідей бір билік өкілі, жергілікті деңгейде қалай бір билік өкілі болуға болады. Яғни қалай сайлауға қатысуға болады, қалай сайланушы болуға болады. Соған байланысты бұл да өте қызық. Тағы да бір мысал, ол мектеп кітапханасы. Яғни Америка Құрама Штаттарында неғұрлым жастайынан балаларды балалық шағынан осы дауыс беруге үйреткіміз келеді. Яғни шынына 18-ге келіп дауыс беруге келген кезде олар оған әбден дайын болу керек. Олар яғни мектеп кітапханасында мына жерде сайлау жүргізген, дауыс беруді жүргізген. Бұл енді арнайы осы кітапхана балаларды үйрету үшін дайындалған дауыс беру процесі. Яғни имитация деп айтуға болады, кәдімгі симуляция жасаған дауыс беруге байланысты. Яғни бірақ барлығы кәдімгідей, олар бюллетень алады, олар бір кандидаттарды таңдайды. Яғни бүкіл процесстерді жасайды. Яғни дауыс беру процесіне қол жеткізген кезде, кәдімгі жастар келген кезде әбден дайын болу үшін. Мектепте бұл жерде белгілі бір қолдау көрсетеді. Онда да, мысалы, сабақтарда олар соны талқылайды, кандидат туралы ақпаратты қайдан алуға болады, соған байланысты шешім қалай қабылдайсың деген сияқты. Яғни адамдарға ақпарат беру өте маңызды. Бастапқыда мен айтқан болатымын, азаматтық дискурс туралы айтқан болатымыз. Америка Құрама Штаттарында өте жиі, өте көп дау болады, аргументация, бір-бірінің аргументтерін тыңдамай жатады. Яғни, бірақ кітапханалар бұл жағдайда не істей алады? Кітапханалар әртүрлі осындай талқылауларды ұйымдастыра алады. Яғни өте бір күрделі мәселелерді көтергеннің өзінде, былайша айтқанда, пікірі саған кереғар адамның пікірін де тыңдай білу, оның аргументтерін де тыңдай білу, оған баға бере білу мәселесі. Мына жерде суретте көріп тұрсыздар, Америка Құрама Штаттарында болған нәрсе. Бұл жерде жоғарғы сотта осы абортқа рұқсат беру, рұқсат бермеу мәселесі талқыланғанға байланысты осындай кітапханада талқылау өткен. Кейбір адамдар абортқа қарсы, кейбір адамдар аборт дұрыс деп ойлайды, яғни соған байланысты міне талқылау өткен. Бостон қоғамдық кітапханасында олар осы қауым ішінде осындай талқылауларды жүргізген. Олар заңгер, дәрігер, кітапханашы деген сияқты әртүрлі өкілдерді осы туралы сөйлеткен. Яғни бұл қалай, неге сен қарсысың деген сияқты. Немесе неге сен қолдайсың. Бірақ бұл талқылау жай ғана бір-біріне айғайлап ұрсу ғана емес, кәдімгідей алдын ала жоспарланған, құрылымдастырылған, бір-біріңді тыңдай білу, яғни бір-біріне құрметпен қарау. Қаншалықты сен ол адамның пікіріне қарсы болсаң да, оны тыңдай білу, сұрақ қоя білу,
яғни бұл жерде кітапхананың ролі жай ғана ақпаратты тікелей бере салу емес, сол адамдар бір-бірімен сөйлесе алатындай жағдай жасау, орын ұйымдастыру. Яғни бұл жерде бір-бірімізді тыңдай білуді үйрету өте маңызды. Және соңғысы, кітапханашы ретінде біз тағы не істей аламыз? Біз кейбір кезде кітапханадан шығып, адамдардың тұратын жерлеріне барып, олармен кездесе аламыз. Яғни, егер біз кітапханадан шығып басқа жерлерге бара алсақ, ешқашан осы кітапханаға келмеген адамдарға қол жеткізе аламыз, былайша айтқанда. Бұл да сондай бір мысал. Поп-ап деп аталады, яғни бұл жерде кітапхана белгілі бір материалдарды жинап, және оны басқа жерлерге жеткізеді. Яғни үкімет белгілі бір кездесуді ұйымдастырса халықпен, кітапхана өзінде бар ресурстарды алып, яғни компьютерлары, ноутбук немесе бір буклеттер тағы басқа нәрсесін алып, сол ақпаратқа қол жеткізу жерін дайындайды, сол кездесу өтетін жерде. Яғни олар белгілі бір азаматтық ақпаратты жинақтап, сол жерге апарып қояды. Яғни кітапхана мектептерге бара алады, белгілі бір ұйымдарға бара алады, белгілі бір өңірлік орталықтарға бара алады. Яғни ақпарат осы кітапханаға мүлдем келмеген адамдарға қол жеткізе алады сол арқылы. Және соңғысы, мына жерде кітапханашылар басқа кітапханашыларға көмектеседі деп жазылған. Яғни серіктестері барларыңыз және былайша айтқанда, эксперттік білімі бар, білігі жоғарырақ кітапханашылар біздің әріптестер басқа әріптестерімізге, яғни басқа кітапханашыларға неғұрлым өздерінің жұмысын белсендетуге, оны жоғарырақ деңгейге көтеруге көмектесе алады. Яғни осы жерде Массачусетстің кітапхана жүйесі деп жазылған. Яғни кітапханашылардың өздері азаматтық қатысуды пайдалана отырып, бастаманы өз қолдарына алып, бір-біріне көмектесе алады. Яғни өзіміздің қоғамдағы халыққа көмектесумен қатар, өзіміз бір-бірімізге де көмектесе аламыз. Сонымен, қорытындылай келе, менің айтарым, азаматтық сауаттылық өте маңызды. Қазіргі кезде өте көп поляризация бар, яғни қарама-қайшы пікірлер өте көп. Адамдар да жалпы ақпаратқа қол жеткізу қиындап бара жатыр. Яғни азамат ретінде белсенді болу үшін бізде арнайы білім мен дағдылар болу керек. Содан кейін неғұрлым адамдардың азамат ретінде белсенді болуын қамтамасыз ету үшін жұмыс жасауымыз керек. Кітапханалардың ролі бұл жұмыста өте маңызды. Яғни біз бұл жерде ақпаратқа қол жеткізудің әртүрлі жолдарын ұсынуымыз керек. Техникалық ресурстар, яғни адамдарға дауыс беруді қалай жасау керек екенін үйрету, физикалық тұрғыдан ақпаратқа қалай қол жеткізуді үйрету, әртүрлі семинарлар ұйымдастыру, және осы жерде біз әртүрлі талқылаулар өткізуіміз мүмкін, және адамдарға пікірлері басқаша, немесе пікірлері сізге қарама-қайшы топтармен жұмыс істей білу, олардың да пікірін тыңдай білу, олардың да пікірін есепке ала білуді үйрету өте маңызды. Және әрине біз өзіміз барлығын біле бермейміз, барлық тақырыптар бойынша эксперт емеспіз, бірақ
кітапханашы ретінде сіз сол тақырып бойынша экспертті таба аласыз және адамдарды сонымен кездестіре аласыз. Мына жерде сілтемелер барлығы берілген және презентация кезінде барлық мысалдар бойынша берілген дерге сілтемелер берілген. Сонымен аяқтаймыз. Егер сұрақтар болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Үлкен рахмет, Лаура ханым. Өте маңызды, өте үлкен тақырыпты көтердіңіз. Сізге осындай қажеттілігі зор тақырыпты алып, бізге оны терең ашып бергеніңізге тағы да үлкен рахмет айтамыз. Өте маңызды мәселелер көтерді, оны әріптестер де мына жатқа жазып жатыр. Әсіресе мен үшін тіпті өзімнің жеке басым зияткерлік сауаттылық. Ол туралы енді бәріміз білеміз, бірақ та бұрын көтерілмепті бұл тақырып. Расында да мына сіз айтқан осы сауаттылықтың әрбір түрлерінің байланысы, өзара байланысы. Бұл жағынан міне бүгін өте үлкен әңгіме болды. Өйткені медиа сауаттылық, ақпараттық сауаттылық, ол зияткерлік сауаттылық, оның бәрі азаматтық сауаттылықпен байланысты. Міне әріптестер, бұл өте маңызды нәрсе. Лора ханым сондай жақсы айтып берді. Я хочу сказать, что, дорогие коллеги, вот сегодня было очень важная тема. Маңызды тақырып көтерілді. Лора нам сказала о важности взаимосвязей, медиаграмотности, информационной грамотностью и умением понимать правительственную информацию. Да? Зачастую действительно многие документы написаны сложным для понимания языком. Да? Обычный человек, для обычного человека сложно понять правительственную информацию или какие-то официальные документы. И мы как-то библиотекарь в этом плане еще недостаточно работаем. Кітапханашылар бұл жерде мүмкін көбірек жұмыс жасау керек сияқты. Библиотеки наши ограничиваются работой такого плана. Мы предоставляем залы для встречи с депутатами, с кандидатами в депутаты, с чиновниками, с определенными лидерами общественных мнений. Если какая-то, скажем, официальная правительственная информация, то мы ее просто больше, наверное, в формальном плане предоставляем доступ к ней. Но важно именно, чтобы население для себя адекватно восприняло, о чем говорится в этом документе, какие блага она несет нашему обществу. В этом плане я говорю на двух языках, чтобы более лучше было понятнее для всех. Зияткерлік сауаттылық деген өте маңызды біз үшін. Лора ханымға осы тақырып үшін өте өз атымнан да үлкен алғысымды айтқым келеді. Міне бірнеше сауаттылықтың түрлерінің өзара байланысы соншама маңызды екен. Және мына мектептегі тәжірибесі, американдық мектептеріндегі кітапханашылардың тәжірибесі, біз ондай жұмыстарды атқарамыз. Сол туралы міне мен өзім бүгінгі вебинардан өте жақсы ақпарат алдым. Міне енді сұрақтарға келсек, мынандай сұрақтар, Лора ханым, сізге. Кейбір университеттерде, колледждерде және сирек жағдайда мектептерде студенттердің өзін-өзі басқару практикада бар. Президент пен оның командасы таңдалып олар, студент араларынан таңдалып алады. Содан кейін олар оқумен, ауылдан келген студенттердің тұрғылықты жері, әртүрлі бұқаралық іс-шараларды өткізу және тағы басқа түрлі мәселелерді шешеді. Міне, осы тәжірибе
азаматтық белсенділік пен қоғамдық өмірге араласуға үйретудің мысалы деп қарауға болады деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? Yes, I would say absolutely. I think Иә, шынында да солай деп ойлаймын. Бұл өте жақсы мысал. Шынында да бұл жерде Америка Құрама Штаттарында да өте көп колледждар мен университеттерде осы осы студенттік үкімет ассоциациялары бар, яғни яғни студенттер өздерінің арасынан президент таңдайды, яғни оларда белгілі бір топ құрылады, яғни олар басқа студенттердің мүддесін қорғайды. Яғни осыған байланысты кейбір кезде ол мектеп деңгейінде де орын алады, жоғары сынып оқушыларының арасында. Менің ойымша бұл өте жақсы мысал деп айтуға болады. Яғни студенттер демократиялық процесстер туралы жастайынан білу керек, және оған қалай қолдау көрсету керек екен, қалай белсенді болу керек екен білу керек. Бірақ ол дәл сондай емес, бірақ соған ұқсас. Көптеген университеттерде біз студенттерді белгілі бір комитеттерге мүше ретінде шақырамыз, яғни оқу бағдарламасы жасалу жөнінде шешім қабылдайтын комиссияларға студенттерді шақырамыз, яғни студенттер тарапынан да бір өкілдер болады, яғни осы дауыс беру, тағы басқа мәселелер туралы да талқыланады. Үлкен рахмет сіздің осы мысалды айтқаныңыз үшін. Енді келесі сұрақ, Лаура ханым. Әдетте үкіметтік ақпарат ресми сайттарда орналастырылып, теледидарда, радиода, белгілі бір партиялар мен мемлекеттік мекемелердің әлеуметтік медиасында таратылады. Дегенмен, кейде әртүрлі себептермен ақпарат қисынсыз дәлелденген немесе толық емес болатын жағдайлар кездеседі. Оны сіз айтып кеттіңіз осы вебинарда. Дезинформация мен манипуляция сайлау науқандары кезінде де қолданылады. Біз мұндай жартылай шынайы ақпараттың негізгі белгілері қандай, және шындықты жалған ақпараттан ажыратудың қарапайым жолдары қандай деген сұрақ түсті. Өте жақсы сұрақ. Иә, шынында да менің ойымша бұл өте дұрыс. Көптеген жағдайда біз ақпаратты толықтай алмай жатамыз. Көптеген жағдайда, яғни үкіметтен келсе де, немесе басқа тараптардан келсе де, біз толық ақпаратты алмауымыз мүмкін. Біз не істей аламыз? Біріншіден, біз адамдарға белгілі бір кез келген ақпаратқа белгілі бір мөлшердегі скептицизммен қарауды үйретуіміз керек. Яғни белгілі бір мөлшердегі ғана скептицизм деп айтамыз. Яғни ол тым үлкен де, тым кіші де болмау керек. Қазір яғни әртүрлі қастандық теориялар да өте көп, яғни оған сенетін адамдар да көп. Яғни кез келген ақпаратқа скептицизммен қарай білу, бірақ ол белгілі бір мөлшердегі скептицизм болу керек. Кез келген ақпаратқа сене салуға болмайды, қандай тараптан келсе де соны түсіну керек. Яғни өздері қабылдап отырған ақпаратқа сыни көзбен қарай білу, оған баға бере білу. Мисинформация және дезинформацияға байланысты зерттеулердің бірінде мынау туралы айтылған. Мисинформация қазіргі кезде мисинформация арқылы, яғни егер адамдарға алдын ала ескерту жасасақ, олар алдынан шыққан мисинформация немесе дезинформацияға алданып қалуы екіталай деген бір қорытындыға келді зерттеу бойынша. Яғни белгілі бір инструменттерді қолдануды үйрену керек адамдар. Яғни өкінішке орай бұл оңай емес, енді оңай жолдарын айтып бере алмаймыз, қарапайым жолдарын істеуге болады. Ақпарат
қандай дерек көзден келіп отыр, соны анықтау керек кез келген адам. Яғни бұл автор немесе сол ақпаратты жариялаған тарап, ұйым немесе адам бұл ақпаратты неге жариялады? Не себепті ол, оның қандай ниеті бар? Көп жағдайда бұны жасауға болады. Тіпті мемлекеттік ұйымда, яғни белгілі бір ақпаратты жариялаған кезде оған да сыни көзбен қарау керек. Яғни саясаткер де белгілі бір ақпаратты жариялаған кезде оның өзінің саяси ұстанымын қолдайтындай ғана ақпаратты жариялауға тырысады. Яғни бұл жерде мына жерде егер мысалы белгілі бір дау болса және адамдардың ең төменгі жалақы мөлшерін өсіру керек немесе өсірмеу керек дегенге байланысты дау болса, сол осы ең төменгі жалақыны өсірмеу керек деген адам өзіне қажетті аргументтерді ғана жариялауға тырысады, ал оны өсіру керек деген адам керісінше өзінің пікірін қолдайтын аргументтерді жариялауға тырысады. Соны түсінуіміз керек. Яғни олар аргументтердің бірақ қырын ғана беруге тырысады. Яғни ақпаратты бір қырынан ғана көрсетеді, екінші қырын сізге көрсетпейді. Яғни жартылай ғана көрсетуге тырысады. Оның барлығы шынайы болуы мүмкін, бірақ та былайша айтқанда бұл медальдің бір жағы. Сондықтан сонда ескеру керексіздер, белгілі бір саясаткер немесе белгілі бір үкімет өкілі ақпаратты берген кезде ол оның ұстанымы қандай тағы басқа. Спикерлердің бірі факт-чекинг туралы айтқан болатын. Яғни белгілі бір ақпаратты алған кезде сіз басқа жердегі басқа сала өкілдері, басқа бір мысалы оппозициялық партия өкілдері дәл осы нәрсе туралы не айтып жатыр екен, соны көруге тырысу керек. Яғни бұл жерде бір адамның бір пікіріне ғана тіреліп қалмау керек, басқа тараптар дәл осы тақырып бойынша не айтып жатыр екен, соны да көруге тырысу керек. Сол арқылы, яғни жалпылама картинаны көруге болады. Рахмет, Лора ханым. Тағы бір сұрақ. Әдетте адамдар билік органдарының, шенеуніктер мен депутаттардың жұмысына сын көзбен қарайды. Алайда олардың не істейтінін, қандай функцияларды орындайтынын, неліктен жеке жобалар бірнеше жылға созылатынын және аяқталмай қалатындығын нақты елестете алатындары аз. Бір жағынан, кітапханашылар депутаттардың, мемлекеттік қызметшілердің қатысуымен кездесулер өткізе алады. Бірақ екінші жағынан тұрғындар мұндай кездесулерге күмәнмен қарайды және олардың тиімділігіне сене бермейді. Бұл жағдайдан шығудың жолы қандай, не істеу керек? Үлкен рахмет. Бұл өте жақсы сұрақ. Менің ойымша бұл ақпаратқа қолжетімділіктің әртүрлі түрлеріне байланысты деп айтуға болады. Әлеуметтік қолжетімділік туралы айтатын болсақ, біздің қоғамда көп жағдайда, яғни үкімет тарапынан келген ақпаратқа күмәнмен қарауға үйретілген, былайша мәдениет тұрғысынан солай қалыптасып қалған. Үкіметке сенбеу, билікке сенбеу деген сияқты. Яғни бұл жерде белгілі бір медициналық эксперимент болған, яғни қара нәсілді адамдарға байланысты. Қазіргі кезде билік тарапынан кез келген ақпаратқа, кез келген қара нәсілді адам үлкен скептицизммен қарайды, күмәнмен қарайды. Бірақ кейбір кезде ол скептицизм оларға керісінше бір өздеріне қажет ақпаратқа қол жеткізуге кедергі болып қалады. Сондықтан пандемия кезінде мысалы, ол да бір жақсы мысал,
белгілі бір топтар, белгілі бір қауым үкіметке сенбеген, яғни вакцинаға байланысты, вакцинацияға байланысты, маскалар тағуға байланысты сенбей, оны жасамауға тырысқан. Былайша айтқанда, ол өздерінің скептицизмі, өздеріне қарсы әрекет еткен. Кейбір мен білетін өте ақылды адамдар, оларды үлкен скептицизммен қарады ақпаратқа. Яғни бір күні маска тақ деп айтады, содан кейін бірнеше күннен кейін маска мүлдем көмектеспейді деп айтады, не деген бір-біріне кереғар ақпарат деп скептицизммен қарайтындар да болды сол кезде, пандемия кезінде. Яғни біз адамдарға көмектесуіміз керек. Ол шешімдердің артында, ол айтылған, яғни жарияланған ресми шешімдердің артында не жатыр? Соны түсінуге тырысу керек адамдар. Соны түсінуді үйренсе, арнайы өздеріне келген ақпаратқа баға беруді үйренеді. Яғни қаншалықты оған сенуге болады, қаншалықты оны жүзеге асыру керек. Яғни адамдарға түсінуді үйрету. Әрине ол ұзақ уақытты қажет етеді. Кейбір кезде біз ешқашан бұндай бір ақпаратқа, бір сұраққа нақты жауап айта алмаймыз көп жағдайда. Өйткені үнемі деректер, оған байланысты ақпарат өзгеріп жатады. Яғни бір күні бір нәрсе айтылып, екінші күні басқа нәрсе айтса, ол міндетті түрде үкіметтің өтірік айтып жатқанының ғана белгісі емес. Ол туралы деректердің өзгеріп жатқанына байланысты екенін түсіну керек. Яғни осы азаматтық сауаттылықтың бір түрі, ақпараттық сауаттылыққа қажет нәрселер, сол методологияны дұрыс түсіне білу, және үкіметтің қалай жұмыс істейтінін түсіну. Яғни қандай жұмыс істейді олар, қандай функциялар атқарады, қоғам соны түсіну керек, халық соны түсіну керек. Яғни кейбір жағдайда скептицизм бізге көмектессе, басқа жағдайда скептицизм бізге кедергі болуы мүмкін. Яғни соны айтып жатқан, жариялап жатқан адамның немесе ұйымының, үкіметтің мотивациясы қандай, оның артында не жатыр, сол туралы ойлана білу және соны түсіне білу. Осыған байланысты өте қызықты зерттеулер де бар. Бір нәрсені жай ғана жалған немесе шынайы деп бөлгеннің орнына, былайша айтқанда, қаншалықты шынайы, қаншалықты шынайы емес деп ойлану керек. Өйткені қазіргі біздің қоғамда 100% шынайы, 100% өтірік деген нәрсе мүлдем жоқ. Сондықтан біз бұған бір нақты, мынау дұрыс емес деп айта алмаймыз көп нәрсе туралы. Сондықтан бізге бір ақпарат келген кезде, оның шынайы болу ықтималдығының, былайша айтқанда, пайыздық мөлшерлемесі қандай, сол жағынан біз баға бере аламыз. Ал мынау тек қана мынау шынайы емес деп баға бере алмаймыз көп жағдайда. Және қазіргі кезде ақпарат өте, былайша айтқанда, өзгермелі. Кейбір кезде, яғни бір күні бір адам бір нәрсе айтып, екінші күні басқа нәрсе айтса да, ол өтірік айтып жатыр дегеннің белгісі емес көп жағдайда. Рахмет. Лора ханым, енді соңғы сұрақ өз басымнан. Сіз енді шаршап қалдыңыз деп ойлаймын, дегенмен мына сұрақты енді басынан бастап ойланып жүрмін, айтайын енді. Нейрожелілердің дамуымен қатар дипфейктердің қаупі артып отыр. Бүгінгі күні кез келген адамды, кез келген дауысты қолдан жасауға болады. Бұл нақты бейне, нақты саяси көшбасшы ма, әлде жалған ба, ажырату қиынға соғып отыр қазіргі күні. Бұл процесті не тоқтата алады деп ойлайсыз? That is a really difficult question. Бұл енді өте күрделі сұрақ. Қазір әлем бойынша осы проблеманы шешуге тырысып жатыр. Менің ойымша, бұл сұрақтың жауабы техникалық мәселелерге байланысты, және ол туралы мен білмеймін көп. Блокчейн технологиялар туралы білетін шығарсыздар. Яғни бір ақпаратты алып, топтастырып, оны
былайша айтқанда оны верификация жасап тексеріп, оған белгілі бір мысалы таңба тағып қояды. Яғни дәл осы уақыт аясында мына ақпарат шынайы. Осы ақпарат осы уақыт аясында және осы бір контекст аясында деген сияқты. Менің ойымша біз не істей аламыз енді бұл жағдайда? Біріншіден, менің ойымша күлкі үшін жасалған дипфейктармен, яғни саясаткерлерді бір өлең айтқызып қоятын бір дипфейктар болады ғой, жалған видеолар. Ол бір нәрсе, ал белгілі бір фактілерді бұрмалауға бағытталған дипфейк болса, ол екінші нәрсе. Яғни мүлдем шындыққа жанаспайтын бір ақпаратты танымал саясаткер немесе билік иесінің аузымен айту видео арқылы, оның артында мүлдем басқа бір ниеттер, себептер жатуы мүмкін. Яғни кез келген ақпаратқа байланысты да, кез келген видеоны да солай тексереміз. Яғни оның дерек көзі кім? Егер бір беделді бір ақпарат агенттігі бір президент түсірілген видеоклипті жарияласа, енді мен бұған сенетін шығармын. Бірақ Facebook парақшасында бұл видео пайда болса, мен бұған енді сене қоюым екіталай. Скептицизм көбірек болады. Бірінші, яғни дереккөзді қарау керек. Ақпарат қай жерде жарияланып тұр. Кейбір кезде іздеу арқылы табуға болады, жалған ба, шынайы ма. Яғни кейбір кезде фотоларды Google арқылы іздесек, сіз түпнұсқа суретті де табып аласыз. Яғни бұл жерде кейбір кезде болады ғой, міне мынадай қатты толқулар, көтеріліс болып жатыр деп бір суреттерді жариялайды. Егер біз ол суретті іздейтін болсақ, бір толқу, яғни бұл көтеріліс 10 жыл бұрын басқа бір елде болған бір көтерілістің суреті болуы мүмкін. Яғни біздің елге, біздің осы өңірге мүлдем қатысы жоқ болуы мүмкін. Яғни дереккөзді табу, оны тексеру, түпнұсқа дереккөзді табуға тырысу мүмкіндігінше өте маңызды. Видеодағы адам мүлдем өзіне тән емес бір нәрселерді айтып жатырса, яғни мен өзіме өзім сұрақ қоюым керек. Яғни оны қалай мен тексере аламын, соны ойластыруым керек. Президент Обама бір қара нәсілділерге қарсы бір нәрсе айтып жатса, мен оған сене қоюым енді екіталай болады ғой. Мен міндетті түрде осы беделді бір ақпарат агенттіктері осыған байланысты бір нәрсе жариялап па, оларда шығып па, соны тексеруге тырысамын. Содан кейін факт-чек сайттарына да жүгінуге болады. Біз жасай алатын бір-екі ғана нәрсе, бірақ үнемі біз өзіміздің дағдыларымызды осыған байланысты дамытып отыруымыз керек. Рахмет, дұрыс айтасыз. Үнемі дағдыларымызды, білімізді арттырып отыру керекпіз. Рахмет, міне Лора ханым, сізге көп рахмет. Әріптестеріміз жазып жатыр, өте жақсы тақырып. Азаматтық медиа сауаттылық қазіргі кезде өте қажет деп жатыр. Аудармашыларға рахметін айтып отыр. Сондай жақсы түсінікті аударып отыр деп. Уақытымызда таусылып келе жатыр. Лора ханым, біздің аудармашыларға сізге үлкен рахметімізді айтып отырмыз. Вебинардың басынан соңына дейін бізбен бірге отырған Майкл Доулингқа да рахметімізді айтамыз, алғысымыз шексіз. Құрметті әріптестер, қазір барлықтарыңыз видеоңызды қосыңыздар. Біз принтскрин жасайық. Барлықтарымыз бүгін бізбен бірге 500 адам болды. Бірақ та мына байланыс нашар болғаны кейбір жердерде нашар болып кетті. Мына ауылдық жерде техникалық проблемалар болды. Кейбіреулер өз гаджеттарында дыбысы нашарлау болған кездер, ол артынан түзетті.
міне біздің мамандар көмектесіп отыр техникалық жағдайдан. Барлықтарыңызға айтарым, мына біздің видео жазбаны біз YouTube арнасына салып, сілтемелерді береміз. Қазір баршаларыңыз видеоларыңызды қоссаңыз, разрешите видео. Қазір біздің видеоны қосқызуға рұқсат болады, қосыңыздар. Барлығымыз қазір принтскрин жасап керек болады. Біз бірінші рет осыны жасап отырмыз. Бұрын байланыс үзіліп кете ме деп қорқып отырғанбыз, міне. Жақсы. Тимур біздің техникалық қолдау маманы. Жасадыңыз ғой, Тимур? Рахмет барлықтарыңызға. Өте керемет тақырып, өте керемет спикер Лора. Біздің Майкл да керемет осындай жақсы белсенді спикерлерді бізге таңдап отырған. Әріптестер, сіздерге баршаңызға басынан бастап кешке дейін, соңына дейін осы вебинарда отырғандарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз тағы да болса артынан жазып жатарсыздар. Жоба туралы ақпарат біздің Instagram парақшада бар, Mediagram.kz деген барлықтарыңызға жібергенбін. Келесі вебинар бізде 12 апрель, 12 сәуір күні және 26 сәуір күні болады. Мамыр айында да біздің вебинарымыз бар. Қазір өз недеріңізге жазып қойыңыз. 12-26 апреля. Следующий вебинар будет 12 и 26 апреля. Пожалуйста, пометьте в своих календарях. На этом мы завершаем. Осымен вебинарды аяқтаймыз. Тағы да барлықтарыңызға рахмет. Біздің Асем мен Аннаға, аудармашыларға үлкен рахмет. Лора, Майкл, thank you very much. Барлықтарыңызға кешіміз жақсы болсын.